Ассалаумағалейкум достар, ассалаумағалейкум қазақ елі. Сіздермен бірге Абзал Або YouTube каналы. Бұл видео Түркістан қаласының әкіміне және де ЖКХ-ның бастығына және де Өмірзақ Чөкеевтің жеке парақшасына жіберетін боламыз. Жолымбек, мынау коммунизм районы, Жолымбек көшесі, Мәдениет көшесі, және де мынау 306 дейді. Мынау 306 көшесі Қостанай деп аталады. Сол көшенің бойында балалар көшеде ойнайды. Осыған бір балалар ойнайтын детский площадка, балалар ойнайтын алаң салып беруін сұраймыз. Мына жерде бос жерлер бар, бір 10 сотыққа істеп берсе. Бұл бойынша қалалық әкімшілікке бірыңғай байланыс арқылы әкімшілікке шыққан едік. Сөйтсек ЖКХ-ның басшысына жолданған, қазіргі таңда ақша жоқ, бюджетте ақша жоқ, ендігі жылы қарастырамыз деген жауап келіпті. Қазіргі таңда енді біз мынау Түркістан қаласының әкімі Тұрашбектің жеке қабылдауына жазылып, фронт офиске барып, жеке қабылдауына жазылып, тұрғындардың атынан жазбаша түрде жауап алып өткізетін боламыз. ЖКХ-ның басшысына және әкімшілікке жолдайтын боламыз. Балалар ойнайтын алаң керек. Жалғыз бұл коммунизм районында емес, ортақ районында да жоқ екен. Ояқада салуын жеткіземіз. Рахмет тыңдағандарыңызға. Сіздермен бірге Абзал Або YouTube каналы.